Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Арнамды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Балабақша мен мектепке арналған күздік макеттің жасалу жолымен сіздермен бөлісетін боламын. Қағаздан 8 см ұзындығы 10 см ені болатын екі қағазды қиямыз. Ені 10 см, ұзындығы 13 см бұл біздің үйіміздің екі жаны. Ені 10 см, ұзындығы 26 см бұл үйіміздің шатыры төбесі. Енді ыстық клейіміздің көмегімен үйімізді жабыстырып бастаймыз. Өткен макеттерде мен есігін қиған болатынмын, бұл жолы есігін де терезесін де қимайтын боламын. Енді үйіміздің төбесін жабатын боламыз. Мен үйімді ені 19 см, ұзындығы 22 см картонға жабыстырдым. Макетті ағаш басына орналастырар кезде мен бұл жердегі картонның жартысын қиып тастадым. Сондықтан астыңғы бөлігінде тұрған картон қағазды өздеріңіздің алған талдарыңыз, ағаштарыңызға байланысты қиып алатын боласыздар. Енді үйіміздің екі жанын жабыстырамыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар өте оңай болып шығады. Мен үйімнің төбесіне осындай ағаштан жасалған салфетканы пайдаландым. Макетімізді әдемі ерекше етіп көрсететін болады. Артық қиындыларын мусорға тастамаймыз, себебі бұл қиындылардың өзін қазір бізге қажет болады. Төбемізден қалған қиындыны мен терезеге жабыстыратын боламын. Ал есігін жай гуашьпен бояп қоятын боламын. Үйіміздің астыңғы бөлігі дөңгелек қағазды екі картон қағаздан қабаттап клеймен жабыстырып аламыз. Ұзындығы 5 см-ден осындай картон қағаздарды қиып алатын боламыз. Және 3 см-ді белгілеп, ол жерді бөлек сызып аламыз. Және сол 3 см белгілеп алған жерімізбен дөңгелек қағазымызды беттестіріп жабыстырып алатын боламыз. Енді ағашымызды орналастырамыз. Астыңғы бөлігіне мен картон қағазын қиып алып, және оны клейлеп, жақсылап бекіттім. Бұл жерде ағаштың үстіне үй тұратын болғандықтан, ағашты жақсылап қатырып алыңыздар. Астыңғы бөлігінде жақсылап қатырыңыздар. Тағы да мен осындай шапықтарды тығып қадайтын боламын. Жапырағы бар үйімізге әдемілік беру үшін. Енді клейдің көмегімен үйімізді ағаштың басына орналастырамыз. Енді шпажканың көмегі арқылы осылай нені жасайтын боламыз, сатыны жасайтын боламыз. Әуелі шпажкаларымызды жақсылап картонға қадап аламыз. Және тағы екі шпажканы бөліктерге бөлу арқылы осылай клеймен қатырып, видеодағыдай саты жасап алыңыздар. Бұл біздің үйіміздің төбесіне жасалған қалдықтар болатын. Осы картонға жабыстырып, заборымыздың, яғни сыртқы қораның есігін жасайтын боламыз. Кілтке тағылатын брелоктарын алып тастап, бұл жерде бізде тауықтар, бұларды астыңғы бөлікке орналастыратын боламыз.
Достар, менің арнамда осындай үстіңгі жағында тұрған шартақтарды, яғни қоршауларды, иттің күркесін және де басқа да нәрселерді жасалу жолын көрсеткен болатынмын. Қарап шығыңыздар. Менің макетім осылай болып шықты. Егер сіздерге ұнап жатса, керектеріңізге жарасын арнама жазылуды ұмытпаңыздар.